Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте тойымды, дәмді, оңай жасалатын женттің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен тарымыздың үстіне ыстық қайнаған сүтімізді құйып, бетін жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте талқанымыздың үстіне қалауыңызша шекерді және еріген сары майымызды құйып аламыз. Оның үстіне жұмсарған тарымызды салып, барлығын бірге араластырамыз. Достар, менің енді ашылып дамып келе жатқан осы каналымның әрі қарай өсуіне өз үлесіңізді қосып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлығы біркелкі болып араласқан соң, осындай формаларға салып шықтым. Силиконды формаға немесе әртүрлі кекстің формасына салсаңыздар болады. Осылай салып алған соң, мұздатқышқа 1 сағат көлемінде қойып аламыз. Сол кезде біздің женттеріміз қатып, формадан өте оңай алынатын болады. Міне біздің шайға арналған женттеріміз дайын болды. Қонақ келгенде ұсынсаңыз да, өзіңіз жесеңіз де шаймен керемет үйлеседі. Тура осы мен ұсынған рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Әсел.